Достар, сәлем. Бүгін сіздермен небәрі 300 грамм фарштан оңай және тез дайындалатын, дәмі ерекше болып шығатын кешкі ас дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал біз бастаймыз. Алдымен негізгі салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа тартылған ет, блендерде өткізілген пияз бен сарымсақ, сұйық май, су, панировочный сухари, тұз және дәмдеуіштер салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Негізгі салма осымен дайын болды. Енді осындай кәдімгі шай ішетін кесені алып, ішіне сары май жағамыз. Артынша осылай фаршты бөліп шығамыз. Менде осы фарштан 11 есе шықты. Енді видеода көрсетілгендей фаршты осылай кесеге жайып шығамыз. Келесі осылай күштен өткізілген ірімшік салып шығамыз. Артынша осылай туралған қызанақ саламыз. Енді сұйық салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа сүт құйып, жұмыртқа жарып, оны тұздап, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді өз қалауларыңызша ас көк қосып, тағы бір араластырып, дайын болған сұйық салманы кеселерге құйып шығамыз. Мінеки дайын. Енді осыны 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минуттай үстіңгі дәрежесінде пісіреміз. Мінеки дайын болды. Ішіндегі ірімшік еріп, фарш толықтай пісіп, дәмі шынымен де ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Let's Cook каналы. Қош сау болыңыздар.